Сәлем қыздар барлықтарыңызға. Менің алдыңғы видеомды көрген болсаңыздар, сіздерге барлығы түсінікті, ешқандай артық сөзсіз. Ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Біз сіздермен бірге шұлығымыздың қонышын тоқыған болатынбыз. Енді ары қарай өкшесін шығарып бастаймыз. Өкшесін шығару үшін жарты барлық ілмектің, шұлық тоқылған барлық ілмектің бір жартысымен екіге бөлген кездегі 33 ілмек, мына жақта 33 ілмек болды. Қазір өкшесін шығарып бастаймыз. Қазір тоқымай тұрып, мен сіздерге біраз түсіндіріп жіберейін. Дайын бір жақ сыңарынан мінекей біз өкшесін шығарамыз. Бұл өкшені осылай тоқу үшін ілмектердің саны міндетті түрде тақ болуы керек. Егер де қонышын тоқыған кезде, екіге бөлінген кезде өкшесіне бөлінген ілмектердің саны жұп болатын болса, арасынан білдіртпей бір ілмекті тақ қылып қосып жіберуге болады. Ары қарай тоқу үшін, тоқыған кезде ол неліктен тақ болу керек? Екі жағында бірдей тоқылуы үшін. Қазір оны тоқу барысында сіздерге түсіндіріп көрсететін боламын. Ары қарай тоқып бастайық. Бұл әдісті тоқыған кезде бір ілмекті тоқимыз, бір ілмекті тоқымай іліп алып отырамыз. Мінекей, біз бірінші ілмекті тоқыдық, келесі екінші ілмекті де тоқимыз. Келесі үшінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Мінекей, тоқитын жібіміз қолымызда тұр. Осы ілмекті тоқымай іліп аламыз, бізімізге өткіземіз. Келесі ілмегімізді тоқимыз. Осылай біреуін тоқып, біреуін тоқымай бізімізге іліп отырамыз. 33 ілмек. Мінекей, соңында негізгі өрнек тоқылатын жерге дейін келеміз. 5 ілмек теріс тоқылады, осы жерге дейін келеміз. Мінекей, соңғы ілмектері біз басында 2 ілмекті тоқыдық. Қарасаңыздар, мінекей 2 ілмек тоқылды. Соңында да тура солай 2 ілмек тоқылады. Міне, тоқылды, тоқылмады бір ілмек. Міне, тоқылады. Соңынан бір ілмекті теріс қылып тоқимыз. Енді біз бізіміздегі ілмектерді реттеп жинақтап аламыз. Санын реттеп 3, 6, 9, 12. Осылай реттеп бөліп аламыз. Енді қыздар, біз өкшенің ішкі жағын, яғни бұл шұлықтың ішкі жағы астары болады. Ішкі жағында барлық ілмектерді қалдырмай теріс тоқып шығамыз барлығын. Бірінші ілмегіміз тоқымаймыз, бізімізге іліп аламыз. Қалған ілмектердің барлығын алдыңғы қатарда тоқылғанын да тоқымай іліп алған ілмектерімізді де біркелкі қалдырмай барлығын теріс тоқып шығамыз. Теріс тоқып шықтық. Енді келесі қатарда да тура алдыңғы бірінші қатар тоққандағыдай өкшенің тура солай қайталап тоқимыз. Мінекей, бірінші ілмекті тоқымай іліп алдық. Келесі екінші ілмекті тоқимыз. Үшінші ілмегімізді тоқымай іліп аламыз. Мінекей, келесі ілмек тоқылады. Бір ілмекті тоқып, бір ілмекті тоқымай, соңына дейін осылай қайтадан тоқып шығамыз.
Мінекей қыздар, соңғы 2 ілмек қалды. Тура бастапқыда қалай басталды, солай соңынан да солай аяқталады. Мінекей. Енді шұлықтың ішкі жағынан да барлығы біркелкі, жаңа мен көрсеткенімдегідей, барлығын қалтырмай теріс тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, соңынан 2 ілмек қалды. Теріс тоқимыз. Тура осылай келесі біз өкшенің 4 қатарын тоқыдық. Енді біз шет жағынан қарасаңыздар, мінекей 2 өрім түсті. Шетіндегі ілмектерді біз тоқымай іліп алып отыратындықтан, біз 4 қатар тоқыған кезде шеткі ілмектер 2 болады. Міне осындай шеткі өрім сияқты, мінекей көрініп тұр нақты. Міне 1, міне 2. Осындай өрім сияқты шеткі ілмектерінің саны 17 болғанға дейін тура осылай мен көрсеткен әдіс бойынша тоқып шығасыздар. Мен сіздерге 4 қатарын нақтылап түсіндіріп көрсеттім. Енді осы бойынша жалғастырып, мінекей тағы да қайталап айтамын. Шеткі ілмектері 17 болғанға дейін өкшенің ұзындығын тоқисыздар. Мінекей басындағыдай тура көрсеткенімдей, бір ілмекті тоқып, бір ілмекті тоқымай іліп алып, бір ілмекті тоқып, бір ілмекті тоқымай іліп алып, соңына дейін осы қатарды аяқтайсыздар. Ал ішкі жағынан тоққан кезде шұлықтың барлығын қалтырмай теріс тоқисыздар ілмектерді. Мен сіздерге барлығын түсінікті жеткізе алдым деген ойдамын. Мінекей енді сіздер қарасаңыздар, міне өкшенің осы ұзындығын, мінекей қыздар, осы өкшенің ұзындығын сіздер тоқисыздар. Мен камераны өшіріп қойып өз еркіммен тоқитын боламын. Осы өкшенің ұзындығын тоқып болғаннан кейін қайтадан қосылып, өкшедегі қысқартуларды жасап, өкшені дөңгелетіп бірге шығаратын боламыз. Өкшенің ұзындығы тоқылды, мінекей. Ұзындығы тоқылды, міне шетіндегі айтқанымдай 17 шеткі ілмектер болды. Екі жағынан 17 шеткі ілмектерді санаймыз, және де жалпы қатармен есептеген сіздерге ыңғайлы болса 34 қатар тоқылады. Өкшенің ұзындығы 34 қатар тоқылады. Енді біз дөңгелетіп өкшесін шығару үшін осы бізіміздегі барлық ілмектерді 3-ке бөлеміз. Бізде 33 ілмек, 3-ке бөлген кезде 11, 11, 11. Екі жақ шектегі ілмектерден қысқарту жасап отырамыз. Ортадағы 11 ілмек тоқыла береді. Мінекей санап отырып тоқимыз. Біреу, бірінші ілмекті тоқымаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бұл бізде бірінші бөлігіміз. Енді ортаңғы бөлікті санаймыз. Мұқият. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мінекей 11. 11 болады. 11 мен мына жақтағы 11 ілмекті екеуін бірге 10 қылып тоқимыз. Мінекей бірінші қысқартуымыз осы жерде болады. Соңынан тағы бір ілмекті 10 тоқимыз. Енді жұмысымызды бұрамыз. Енді ішкі жағынан бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Қайтадан 11 ілмек санаймыз. Барлығын теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Мінекей 11 ілмекпен шеткі жақтағы 11 ілмек екеуі бірге теріс тоқылады. Соңынан тағы бір ілмекті теріс тоқимыз. Қайтадан жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмекті тоқмай іліп аламыз. Ары қарай ілмектерді оң тоқимыз. Енді сіздерге ыңғайлы болады. Мінекей бірге тоқылатын екі ілмектің арасында осындай ара қашықтық сақталып тұрады. Осы екі ілмекті бірге тоқып отырасыздар да, соңынан бір ілмекті оң тоқисыз. Бұл шұлықтың өң жағынан, ал ішкі жағынан тоққан кезде терісінен тоқып отырасыздар. Қазір барлығын мен камераны өшірмей сіздерге толықтай түсінікті болу үшін көрсетіп тоқитын боламын. Мінекей ара қашықтық сақталып тұр. Екеуі бірге тоқылады. Оң. Соңынан тағы бір ілмекті оң тоқимыз. Қайтадан жұмысымызды бұрамыз. Шұлықтың бұл астар жағы болады. Қайтадан тоқып бастаймыз ары қарай. Мінекей қарасаңыздар, белгілі ара қашықтық сақталып тұр. Осы жерде екі ілмекті теріс қылып бірге тоқимыз. Соңынан бір ілмек тағы да теріс тоқылады. Келесі қатарды да тура алдыңғы қатарлар сияқты тоқимыз. Осылай жалғастырып. Екі жақ қатардағы ілмектердің саны біткенге дейін осылай дөңгелетіп өкшемізде қысқарту жасаймыз. Екі ілмек бірге оң тоқылады. Соңынан бір ілмек оң тоқимыз. Соңынан бір ілмекті неге тоқимыз десек, бұл өкшенің дөңгеленіп шығуы үшін. Егер соңынан бір ілмекті тоқмасақ, онда барлықтарыңызға белгілі әдіс төртбұрышты өкше болып тоқылады. Мінекей осылай жалғастырып тоқи береміз. Қайталап. Тоқыған кезде барлығы сіздерге көрініп оңай болады. Менің айтқандарым барлығын жұмыс барысында қолдарыңызға тоқып отырған кезде барлығы түсінікті болады. Мінекей белгілі ара қашықтықтар міне алшақ болып тұрады. Осы келген кезде екеуін бірге тоқимыз. Міне оң. Соңынан бір ілмекті оң тоқуды ұмытпаңыздар. Осылай жалғастырып, мінекей мына жақта 3 ілмек қалды. Мына жақта да міне қазір қысқартылады. 2 ілмегі бірге тоқылады. Сонда бұл жақта да 3 ілмек қалады. Осы екі жақ шетіндегі ілмектер таусылғанға дейін тура осы әдіс бойынша тоқи береміз. Мінекей қыздар, өкшеміз біздің дөңгеленіп, өте әдемі өкше мінекей шықты алдарыңызда. Енді біз қазір сіздермен бірге екі қабырғасынан бірдей ілмектерді теріп аламыз да, ары қарай жалғастырып шұлығымызды тоқимыз.
Мінекей қарасаңыздар, сіздерге анықтап көрсетейін. Міне шеткі ілмектің тек бір қабырғасынан ғана емес, екі қабырғасынан бірдей ілмектерді көтеріп аламыз. Мінекей. Барлығын қалдырмай осылай ілмектерді тереміз. Енді қыздар, осы жерде мінекей шұлықтың екі жақ жанынан қатты тығыз тартып тоқисыздар, және де мына жерден бір-екі ілмекті тесік қалып қалмайтындай етіп бір-екі ілмекті көтеріп алуымыз қажет. Барынша тығыз тоқсаңыздар, тесік қалып қалмайтын болады осы жерде. Енді біз ары қарай жалғастырып үстіңгі шұлығымыздың өрнегін тоқимыз. Мінекей бізде 5 теріс ілмек. Одан кейін бізде алдында айқасқан 6 өрімнен айқасқан екен. Міне енді келесі соңғы 6 ілмектен айқасатын болады. Міне 3 ілмекті оң тоқыдым. Енді қазір қарасаңыздар, алдыңғы өрімді айқастырған кезде 3 ілмек үстінен шығып тұр. Осы үстіне шығып тұрған 3 ілмекті біз астына жібереміз де, мына шеткі 3 ілмекті үстіне шығаруымыз керекпіз. Ол үшін бізге осы жерде біздің көмекші құралымыз түйреуіш қажет болады. 3 ілмекті өткіземіз. Алдыңғы видеода мен бұл өрімді қалай тоқылатындығын толық көрсеткенмін. Сол жерден кіріп нақтылап көре аласыздар. Мінекей 3 ілмек тоқылды. Енді қайтадан түйреуішіміздегі 3 ілмегімізді өткізіп аламыз. Бұны да бұл 3 ілмекті де оң қылып тоқимыз. Естеріңізде болса, өрімді айқастырғанға дейін 5 қатар тоқылуы керек. 6-шы қатарда осылай айқастырып отырып тоқисыздар. Міндетті түрде 5 қатар, барлығы біркелкі әдемі болу үшін санап отырып тоқыңыздар. Енді ары қарай бізде 3, 4, 5, неке қарасаңыздар, тура сызба бойынша алдыңғы қатарларда қалай тоқылып келе жатыр, солай ары қарай жалғастырып тоқи береміз. Мінекей, енді негізгі өрімге мән береміз. Осы жерде күріш өрнегі, яғни бізде алдыңғы қатарда бір рет тоқылыпты. Күріш өрнегін біз 2 қатар сайын өзгертіп отырамыз. Сондықтан біз осы жерде 2-ші қатарын жалғастырып тоқимыз. Оң ілмектерді оң, теріс ілмектерді теріс қылып тоқимыз. Тағы да бір жақ шетіндегі ілмектерді көтеріп алуымыз керек біз. Енді бұл жерде біз өкшені дөңгелеп тоққан кезде ортаңғы бізде ілмектер қосылған, соны біз қысқарту жасайтын боламыз. Енді санап алайық.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21-ді бөліп аламыз 2-ге. Бізге 5 бізбен тоқу үшін бір бізімізді босатуымыз керек. Сондықтан 11 ілмекті осыған тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ал мына жақта 10 ілмекті өткіземіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей, бізде енді үстіде 33 ілмек, мінекей, үстіңгі жақ бөлігінде 33 ілмек. Ал астыңғы жақ бөлігінде қарасаңыздар, мінекей, ілмектердің санынан ақ көрініп тұр. Өкшесін шығарған кезде ілмектер артық қосылады. Үстіңгі жағындағы 33 ілмек сияқты өкшеден кейін табан жағын тоқып бастаған кезде табанына қарай азаяды. Қысқарту жасап отырамыз өкшеден кейін. Қазір оны мен қалай қысқартатынымды сіздерге көрсететін боламын. Әзірше осы қатарды ешқандай өзгеріссіз сызба бойынша тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, біз шеткі ілмектерді бірыңғай мінекей тоқып шықтық айландырып. Енді осы жерде біз жаңа ортасында мен айтып өттім, 21 ілмек болды. Біз оны екі жақ бізге бөліп алдық. Осы ортадағы 21 ілмекті қалтырып отырып, екі жақ шетінен қысқартып отыратын боламыз. Әрбір екінші қатар сайын бір қатар қысқартамыз, бір қатар айналдырып қысқартпай тоқып шығамыз. Қазір мен сіздерге оны көрсетемін. Сонда қашан астыңғы жақ бөлігінде үстіңгі жақ сияқты 33 ілмек болмайынша біз қысқарту жасай береміз. Мінекей, енді сіздер мұқият қарап алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мінекей 10-шы ілмекпен келесі ілмек бізде екеуі бірге тоқылады. Ары қарай жалғастырып тоқимыз сызба бойынша. Келесі жағына айналып келгенге дейін, келесі жағында 11 ілмек қалуы керек. 11 ілмек. 11-ші ілмекпен мына жақ шетінде тұрған тағы бір ілмекті қосып екеуін бірге 10 қылып тоқимыз. 10-ға дейін сызба бойынша тоқи береміз. Мінекей қыздар, санаймыз. 3, 6, 9, 10, 11. Мінекей 11. 11-ші ілмекпен келесі тұрған екі ілмекті бірге 10 қылып тоқимыз. Бұл жерде 11 ілмек, келесі бізімізде 10 ілмек осылай міндетті түрде санап отырып қысқаруы керек. 9-ға не 8-ге азайып кетуге болмайды. Соңына дейін, қысқартудың соңына дейін мына жақта 11-ші ілмекпен келесі ілмек қысқарады. Мына жақта 10-шы ілмекпен келесі көрші ілмек екеуі бірге қысқартылып тоқылады. Енді біз қысқарту жасадық.
келесі қатарда ешқандай қысқартусыз айналдырып тоқып шығамыз. Бұл жерде мінекей қыздар, тағы да айта кетейін, үстіндегі өрімнің бұл 4-ші қатары. Бұны санап отыруды да ұмытпаңыздар үнемі. Бұл 4-ші қатары тоқылып жатыр қазір. 5 қатар тоқылады. 6-шы қатарында өрімдер айқастырылып тоқылуы қажет. Сондықтан мұқият санап отырамыз. Мінекей 4-ші қатар. Күріш өрнегінде нақты қадағалап отырып, анықтап тоқыңыздар шатаспай. Күріш өрнегі әрбір 2 қатардан кейін өзгеріп ауысып тоқылады. Бұның барлығына нақтырақ бұл шеберлік сабағының 1-ші бөлімінде нақты тоқталдым. Бұл жерде сондықтан мен барлық назарды өкшені тоқуға көрсетіп тұрмын. Неге бұл жерде де қазір міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-ші мен келесі көрші ілмегі екеуі бірге оң болып тоқылды мінекей. Барлығы түсінікті деген ойдамын, қыздар, сіздерге түсіндіре алдым деген ойдамын. Мінекей, мына жерде 11 ілмек, мына жақта 10 ілмек. Ол сонда барлығы 21 ілмек. Ол мына жерде өкшені біз тоқып шыққан кездегі ілмектер. Қысқарту мына жақта 17, мына жақта 16 ілмек, барлығы 33 ілмек қалғанға дейін осылай қысқарту бола береді. Қазір мен дайын жұмыстан көрсетейін тағы да бір рет оның қандай болатынын. Мінекей көріп тұрсаңыздар, міне көрініп тұр мына жерде қысқарту. Міне әлі бір талай шұлықтың орта тұсына дейін қысқарту болады. Бір қатарда қысқарту жасайсыздар, келесі қатарда ешқандай өзгеріссіз айналдырып тоқып шығасыздар. Мінекей мынада анық көрініп тұр. Мен әдейі бұл шұлықты жуған жоқпын, булаған жоқпын. Арнайы осылай ілмектері сіздерге анық көріну үшін. Жуғаннан кейін бұның барлығы бір тегістеледі, өйткені жіптер көтеріліп, барлық мына жердегі артық кішігірім тесіктердің барлығы жабылып бір тегістеліп қалады. Осылай қысқартуларды жасайсыздар. Тағы да айта кететін нәрсе, қыздар, мінекей біз мына жерде ілмектерді көтеріп алғаннан кейін бастап санайсыздар. Мына жерде қысқартуды жасап отырып, бірге шұлықтың тұмсығын бекіткенге дейінгі аралықта 70 қатар тоқылуы керек. Және 17 рет өрімдерде айқастыру болуы керек. Мінекей әрбір қонышынан бастап санағанда айқастыруды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, мінекей. 17 айқастыру тоқылады өрімде. Бұны да ұмытпаймыз. Қысқартуды да ұмытпай, әрбір 2-ші қатарда қысқарту жасаймыз. Соңында үстіңгі бөліктегі сияқты 33 ілмек болуы керек. Астыңғы бөлікте де 33 ілмек болғанда ешқандай өзгеріссіз сызба бойынша тоқисыздар. 70 қатар. 5 қатар тоқып алып, 6-шы қатарда өрімді айқастырып отыруды да ұмытпаңыздар.
барлығы қайталанып тоқылатын болғандықтан бұның барлығына уақыт кетіріп камера алдында тоқып тұрудың қажеті жоқ. Сіздерге нақты түсіндіре алдым деген ойдамын. Мен өз еркіммен, сіздер өз еріктеріңізбен шұлықтың тұмсығын шығарғанға дейінгі аралықты әдемі тоқып шығамыз деген ойдамын. Ал шұлықтың тұмсығын лента әдісімен қалай бекітетінімді келесі видеода нақты сіздерге түсіндіріп ұсынатын боламын. Жақсы күндерде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлім Әшім.